Сәлем, мерекелік дастарханға ерекше үйлесімі бар нәзік салат дайындаймыз. Алдымен майдалап туралған пиязды қуырамыз. Содан кейін майдалап туралған шампиньондарды қосып, оларды жұмсақ болғанша қуырып аламыз. Дайын болғаннан кейін суытып қоямыз. Шампиньондар суығанша тауықтың төс етін ұсақтап тураймыз. Маринадталған қиярды да ұсақтап турап аламыз. Жұмыртқаны үлкен үткіштен өткіземіз. Ал ірімшікті ұсақ үткіштен өткізіп аламыз. Бәрін бір ыдысқа салып, тұз бен бұрыш дәміне қарай қосамыз. 3 ас қасық майонез салып, бәрін бір келкі болғанша араластырамыз. Алынған массаны шар тәрізді етіп алып, ұсақ үккіштен өткен ірімшікке айналдырамыз. Бәрін мерекелік тарелкаға қойып, қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Өте нәзік және дәмді рафаэлло салаты дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Әйгерім.